қолдайтын адам сияқты жіберген сияқты бір қолдайтын өзің қыз баласы ретінде осы уақытқа дейін қыз баласын түсірмейсің. Бірақ та аян үшін түсіріп отқаның кішкене мен мияқта бәрінің кішкене жанына батып отыр деп ойлаймын негізі ше. Өйткені қарашы енді аян үшін сен қыз баласын түсіріп отқаның бізге өте подозрительный көрінетін нәрсе. Айдана оданша бетсе андай екеуің интрига ұстамай қосыласыңдар одан ше. Үміткер қабылдап не істейсіңдер уақыт жоғалтып. Қосылсаңдар лучше. Мына жерде Нұрай бастады деп ойлаймын түсіруді. Жоқ, Нұрай ештеңе деген жоқ негізі саған ше. Сен өзің Нұрай 200 дедің. Не үшін? Себебі әрекеттеріне қарап айттым мен оның. Қандай Солай әрекет? маған жазды. Кім Нұрай өзгермейді деп ойлаймын. Барлықтарыңыз білесіздер Нұрайдың қандай екенін, алдыңғы сезонда қандай болғандығын. Короче айтқанда былай ғой, негізі бұл жерде ше, Аянға келген үшін кінәлі болып тұр ғой Нұрай не бұл жерде ше. Аянға келген үшін кінәлі. Яғни осыдан кейін де Аянға келген қыздардың бәрі кінәлі болып қалайын тұр Айдананың алдында. Бауыржан, мына жерде айта кетсем болады ма, Бауыржан мырза? Тыңдап жүрейікші қазір, сосын сіз тыңдап. Енді біз қазір қанша Айданаға да Аянға да қатты айтқанмен олар бәрі мойындамайды. Мен кеше де айтқан болатынмын, бұл жігіттің келудегі мақсаты бұл Айданаға жақындау деп. Оның барлығы уже болып жатыр деп ойлаймын. Бүгіннен бастап кеткен ғой. Қобалжып жүрген Аян да жоқ бұл жерде ше, как будто үйреніп қалған, осы жердің баласы ұқсап жүр ғой негізі. Менің бір түсінбеген нәрсем, Нұрай қалайша бұл жігітке таңдап келіп қалды деген нәрсе ғой. Мен бұл Нұрайды танимын, бұрын 4 жыл бұрыннан ба танимын да, кішкентай Нұрай кәдімгідей сөйлейтін болған екен да. Мен енді көріп тұрмын бұл қызды ше. Себебі ол кезде Аринаның сестренкасы емессің ба, сол кезден бастап білемін, қазір кәдімгідей сөйлеп, уже тұрмысқа шығатын жасқа жетіп қалған ба деп қалдым былай. Дайын секілді ма? Иә, дайын сияқты болып көрдім. Былай жасайықшы, достар, менің де сұрақтарым бар да, бірақ ең әуелі екеуіңіз сырласып бөлмесіне барып сырласып, көкейдегі сұрақты қойып, жүрегі бәлкім бос емес, сізге айтып қалар. Қалай қарайсыздар? Иә, барайық, сөйлесейік. Ақ жол, жақсы барып қайтыңыздар. Тамашыңыздар. Жарайды, енді жақсы таныстық болады, немесе болмайды, қазір білетін боламыз. Кімнің сезім бар жоқ, сәл уақытқа қарап көреміз. Ал біз көңіл күйімізді кішкене көтеріп, серпіліп алайық. Ол үшін бізде жұлдызды қонағымыз бар. Қошеметтеріңізбен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Жұлдызды қонақ бізде ортаға құрмет қошеметпен шақырамыз. Мыңбай! Қалайсың Тигр? Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум баршаға. Қош келдіңіз. Ортаға тұра қойыңыз. Қош көрдік. Арнайы осы шақыртуларыңызға рахмет. Қосылайық ұжымына толағай табыстар тілейміз. Енді баршаларыңыздың жұлдыздарыңыз жана берсін деген ниетпен жұлдыз әнін бір кешір қайық. Кеттік.